Сәлем достар, бүгін сіздермен неміс халқының штрудель тамағын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, тойымды кешкі ас міндетті түрде дайындап көріңіз. Алдымен нанымызды дайындап аламыз. Суымыздың үстіне тұзымызды қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жайлап ұнымызды сала отырып, сәл қаттылау қылып нанымызды илейміз. Бетін жауып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында біз қазанымызға майымызды саламыз. Мен қолдан дайындалған малдың майын пайдаланатын боламын. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Майымызды әбден шыжғырып алатын боламыз. Міне майымыз әбден қызғаннан кейін үстіне алдын ала ұсақтап туралған етімізді салып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді бізге жуа қажет болады. Жуамызды ұсақтап тураймыз. Оны қуырылған етіміздің үстіне барып, қосып, тағы да жақсылап 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Картопымызды да мен осылай алдын ала ашып, ыдысыма турап салып дайындап қоямын. Одан кейін сәбізбен асқабағымызды теркадан өткізсеңіздер, немесе осылай мен сияқты блендермен ұсақтап турап алсаңыздар да болады. Енді нанымызға кірісеміз. Нанымызды жұп-жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Нанымызды жазып алғаннан кейін үстіне сұйық майды құйып, одан кейін жаңа дайындалған асқабағымыз бен сәбізімізді үстіне жайлап орналастырамыз.
Одан кейін осылай қамырымыздың шетінен бүктеп дайындаймыз. Осылай оралған нанымызды орташа көлемде кесіп дайындаймыз. Одан кейін мантоваркаға немесе қазанымыздың ішіне салып 20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді қазанымызға келейік. Етіміздің үстіне жаңағы ұсақтап туралған жуамызды саламыз. Одан кейін бір ас қасық томатымызды салып, жақсылап бір араластырып жібереміз де, үстіне картопымызды салып, одан кейін тұз бұрыш, дәміне қарай тұз бұрыш салып, азғантай суымызды құйып, жай отта 20-30 минутта пісіріп аламыз. Дәл видеодағыдай әсемдеп, әдемілеп, ортасына подливамызды құйып, әдемілеп қонақтарымызға ұсынамыз. Өте дәмді кешкі ас болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болғанмен Айтана. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.